Көкөністерден кешкі ас. Сәлем достар, бүгін көкөністерден кешкі ас тағамын дайындайтын боламыз. Көкөністеріміздің тазартылған күйінде толық құрамын описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Етімізді, көкөністерімізді 4 бұрышты етіп турап аламыз. Достар, видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Барлығын турап дайындап алып, қазанымызды отқа қойып қыздырып, 60 мл майымызды қыздырамыз. Және қызып тұрған майымызға етімізді қуырамыз. 5 минут қуырылған еттің үстіне туралған пиязымызды 5 минут қуырамыз. Жақсылап араластыра отыра қуырған етіміз бен пиязымыздың үстіне баялды және сәбіздерімізді 5 минуттан қуырып отырамыз. Қазанымыздың түбіне жабысып қалмас үшін араластырып отырып қуыру керек. Болгар бұрышын және 5 минут қуырамыз. 2 шай қасық тұзымызды, 2 шай қасық паприкамызды қосып араластырамыз. Достар, қазанымыздың түбі күйіп қалмас үшін мұқият араластырып 5 минут қуырамыз. 2 ас қасық томатымызды қуырамыз. Қызанақты 5 минут қуырып, 2 шай қасық шекер қосып және 5 минут қуырамыз. Қазанымызды қозғап отырып қуырамыз және үстіне 20 грамм сарымсағымызды, өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштеріңізді, 2 шай қасық вегетта дәмдеуішін қостым, 2 шай қасық кориандр дәмдеуішін қосып, жай отта 10 минутқа қақпағын жауып, араластырып бұқтырамыз. Тағамымызға 200 мл су құйып, қайнатуды жалғастырамыз. Достар, өте дәмді, түсі де керемет кешкі ас дайын болды. Достар, видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Дайын болған тағамымызды 2 түрлі ыстық және салқын түрінде тұтынуға болады. Гарнирге ақкүріш дайындадым. Салқындатылған түрін салат ретінде қолдануға болады. Ақкүріштің рецептін менің арнамнан таба аласыздар. Достар, дәмді, тойымды тағам. Сіздер де жасап көріңіздер.